Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Мынау қызанақ, помидор көріп тұрғаныңыздай міне гүлдеп жатыр. Енді қызанақтан мол жеміс алу үшін мынандай арасының алшақтығы осындай 30-40 сантиметр болса, осындай болып көріп тұрғаныңыздай ауа айналымы жақсы болады. Және де бір-біріне кедергі жасамай мол жеміс теуіне де осындай арасының алшақтығы жақсы. Ауа айналымы жақсы болып тұрса, мінекей арасында әртүрлі аурулар пайда болмайды. Осындай қылып алшақтығын осындай қылуымыз керек. Тағы да енді бұл гүлдегеннен кейін жақсы жеміс теу үшін мінекей астындағы осындай қосымша қапталдан шыққан бұтақтарды алып тастап тұруымыз керек. Бұған кеткен энергия күші жоғарыдағы түйнектерге, гүлдерге бөлініп, олардың ірі сапалы болуына да көмегі тиеді. Енді мен қолмен жұлып көрсетіп жатырмын. Бұны енді қайшымен жұлсаңыз да болады, кессеңіз жақсы болады жалпы. Қосымша бұтақтарды өзі бірақ майыстырсаң сынады. Мінекей осындай қылып астыңғы бұтақ шыққан қосымша бұтақтарын, сабақтарын алып тастап отыру керек достар, кезінде, кішкентай кезінде. Ортадан шыққан өзі майыстырсаң сынады. Мінекей достар, мынаны алып тастай берген дұрыс. Мінекей достар, осылай алып тастап отырсаңыз өте жақсы жеміс теуіне өте жақсы көмегі тиеді достар. Мінекей ара алшақтығы осындай болған жақсы болады. Емін еркін ертең бойы өскенде де бір-біріне кедергі жасамайды, мол жеміс теуіне үлкен көмегі тиеді достар. Осылай қызанақтарыңызды астыңғы бұтақ сабақтарын алып осындай қылып жасап тұрсаңыз болады. Мінекей жеміс теуіне өте үлкен көмегі бар. Мінекей достар, осылай жасаңыздар. Видеоны аса бір лайк баса кетсеңіздер, аман сау болыңыздар достар.